Сәлем достар, бүгін біз корей тілі бірінші кітабын аяқтаймыз. Сол кітапта корей тілінің мәдениетіне байланысты 4 сабақ болған етін, және өзіңіз тексеру 4 тесті болған етін, және соңында бұрыс етістіктер жайлы қысқаша бір анықтамалық сабақ болған етін. Солардың бәрін мен дайындадым. Енді соларды түсіндіріп өтіп, осы бірінші кітапты аяқтамақшымын. Одан кейін алдағы уақытта екінші кітапта түсіндіремін. Бірінші кітап, бірінші мунхва деген сабақ мәдениет. Ол алдында осыны қысқаша мен түсіндіріп өткен болатынмын. Корей тіліне байланысты оны кім ойлап тапты, қашан деген сияқты сұрақтар болады. Яғни хангыл тақырыбы, мысалы, хангыл을 누가 만들었는지 알아요? хангылды кім ойлап тапқанын білесіздер ме дейді. Алдында мен түсіндіріп өткеніміздей, Сежон Тэвон деген Кореяның басшысы сол ойлап тапқан болатын. Ал енді осы хангыл жайлы кішкентай ғана тексті оқып, сіздерге олар түсіндіріп берейін. Бірінші оқып берейін. 여러분, 한글을 누가 만들었는지 알아요? енді 여러분 деген көп адамдарға айтқан кезде, обращаться еткен кезде қолданылады. Мысалы, халайық, или сіздер деген сияқты көп адамдарға бір нәрсе айтқан кезде қолданылады 여러분 деп. Йоро деген жалпы көп деген сөз, бун дегеніміз, йоро әртүрлі. Бун дегеніміз адамдарға қолданылатын сыпайылық белгісі. 한글을 누가 만들었는지 알아요? 한글ді кім ойлап тапқанын, мантылды жасау кім жасағанын білесіздер ме? 한글은 조선 시대에 세종대왕이 만들었어요. хангылды 조선 시대 уақытындағы кезінде, 조선 деген сондай бұрынғы Кореяның атауы, 세종대왕, 세종 деген үлкен сондай ханы, королі, басшысы жасады дейді. 세종대왕은 조선에 훈련했던 왕중의 한 분이셨어요. 세종대왕 деген кісі 조선은 сондай өте 훈련했던 деген өте сондай мына жерде аударып дайындап, сондай ұлы, тамаша, сондай ғажайып адамдардың бірі болған дейді. Сондай ұлы хандардың бірі болған дейді. бірі болған. 그때 사람들은 글을 쓰거나 읽을 때는 한자를 이용해서 표현해야 했어요. 그때 сол уақытта адамдар жазу жазғанда немесе оқыған кезде ханжа, Қытай иероглифтерін қолданып, осылай пиғын, осылай өздерінің қолданылған болатын пиғын деген сондай өрнектеу, білдіру деген сөз қолданған болатын дейді. 그런데 이 한자가 어려워서 보통 사람들은 글을 읽고 쓰기가 아주 힘들었어요. алайда бұл ханжа
Қытай иероглифтері өте қиын болған соң қарапайым адамдар жазуды оқып жазу өте қиын болған дейді. 그래서 세종대왕이 열심히 연구하고 노력한 그때 1443년 한글을 만들게 되었어요. сондықтан 세종대왕 열심히 дегеніміз бұл жерде 열심히 дегеніміз өте сондай бар ынта жігермен аянбай 연구하다 зерттеп 노력한 деген сондай еңбектеніп кен аяғында 1443 жылы 한글ді жасап шықты дейді. 이 한글은 많은 나라의 언어를 소리대로 표현할 수 있는 아주 우수하고 과학적인 문제예요. бұл 한글 көп елдердің тілдерін 소리대로는 дыбысы бойынша сондай өрнектеп дейміз ба, қалай айтады қазақша, сондай дыбысы бойынша сондай келтіруге болады дейді. хангыл арқылы басқа көп елдердің тілдерін айтсаңыз болады дейді. хангылды қолданып сондай болатын, өрнектеуге болатын өте усухада деген сондай өте үздік, жақсы деген өте керемет. 과학적인 деген ғылыми 문자 деген ғылыми өрнектер дейді, ғылыми таңбалар дейді. 여러분, 나라의 문자는 뭐라고 해요? сіздердің елдеріңізде елдеріңіздің тілін жазуын, 문자 деген жазуды аударуға болады, жазуын не деп айтады дейді. 뭐라고 해요? сіздердің елдеріңізде жазуларын не деп айтады? 그 문자는 누가 만들었어요? және сол жазуды кім жасап шықты дейді. кім ойлап тапты дейді. жалпы осылай өте хангыл туралы кішкене ғана мағлұмат, материал, соны да сіздермен бірге айтып бөлісіп кетейін деген ойым еді. енді осы сөйлемде кездескен жаңа болады деген сөздерді мына жерге жазып шықтым. ол жаңа 여러분, көпшілік, халайық, сіздер деп көп адамдарға айтқан кезде қолданады. 조선 деген 조선 династиясы әулеті сол осы жылдар аралығында болған. оған дейін 3 мемлекет болған. 고구려, сила және бекче деген, оның алдында 조선 деген болды. сосын 한국, жоқ, одан кейін Жапонияның астында болды. одан кейін барып 한국. шите деген сондай дәуір, заман, уақыт деген сөздер. 훌륭하다, ұлы, тамаша, сондай ғажайып, таңғажайып деген нәрселерді білдіреді. керемет. уан деген патша, не дейміз, король, хан деген дейміз ба бізде.
ханжа деген сол Қытай таңбалары, иероглифтер. Норёк еңбектену, күш салу деген сөз. Узу хата дегеніміз озық, өте жақсы, тамаша, үздік деген сөздер. Үздік. Монжа дегеніміз таңба, жазу деген сөздер. Мінекей сіздерге Чоннам ұлттық университетінің корей тілі оқулығы бойынша түсіндірдім осыны. Мінекей авторлар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.